15 килограмм фарштан бір аптаға жететін полуфабрикаттар дайындап қойдым. Бірінші, еттің барлығын шандырынан тазалап, фарш етіп шығарып аламыз. Үйде шығарған пайдалы. Екінші, қамырын дайындаймыз. Қамырын кішкене қаттылау етіп илейміз. Бұл бізде манты мен пельменге қажет. Үшінші, етті 3 бөлікке бөлеміз. Біріншісіне күріш, пияз, жұмыртқа, қара бұрыш, тұз, манный кашаның крупасын қосамыз, жақсылап араластырамыз. Бұл бізде тефтелиге арналған. Келесіне чеснок, бірақ оған пиязды көбірек қосу керек. Жұмыртқа, манный крупадан 2 ас қасық қосамыз. Ол влагасын кішкене тартып алады өзіне. Осылай 15 минутқа қалдырамыз. Манный крупа кішкене іскеннен кейін ғана котлет пен тефтелиді жасап, біртіндеп морозильникке жіберіп қатырып аламыз. Кішкене азғантай бөлігінен бургердің де жаңағыдай котлетін жасап алдым. Менде осындай вакуумный аппарат бар, немесе пакетиктерге салып сақтасаңыздар да болады. Келесі бізде түшпара мантыге арнаймыз. Оның да салмасы өте қарапайым, етпен жайғаны пияз және дәмдеуіштер. Енді қамырды жаңа қатты қамыр жайып, әдемілеп болғаннан кейін осылай түйіп аламыз түшпараның барын және қатырамыз. Азғантай еттің бөлігін патайский немесе лагманға арнап, осылай маринаттап, монтта сақтап қоюға болады. Осының барлығын дайындауға 4 сағат қана уақытым кетті, және кім молодец? Мен молодец. Енді жайғасып, жақсылап демалып, шайымызды ішіп алсақ болады. Beta Dream Kenya Gold шайы, түссіз, қоспасыз, боямасыз, таза шай. Бір күннің 4-5 сағатын жұмсап, апта бойы демалыңыз. Маған тіркеліп қойыңыз, менде пайдалы және қызықты видеолар көп.